Соңғы уақытта малшылардан көп байқайтыным, олар мотоциклмен бағатын малды. Ол зона комфорта. Ондай зона комфортадан шыққан дұрыс негізі. Мал мотоциклмен баққаннан гөрі атпен баққан тиімді. Ол малға да тиімді, өзіңе де тиімді. Малды қумайсың, татырлатып. Атпен артынан ілесіп отырасың. Ал егер малды іздеуге келген мезгілде, мысалы, ол мезгілде мотоцикл дұрыс, өте керемет нәрсе. Мен мал бағуды оңайластыратын жолдарға біреу көңіл бөліп жатса, мен қуанамын. Жеңілдететін жақтарды қарау керек. Технология дамып жатыр. Қазір способтар көбейіп жатыр малдың бағу жеңілдету жағын. Мен қуанамын оған. Бірақ малды мотоциклмен бағуға мен ешқандай келіспеймін. Өйткені сен атпен жүру, ол бөлек әңгіме ол. Малды атпен баққан дұрыс. Өзіңе де пайдалы, малға да пайдалы. Малды іздеген мезгілде мотоциклмен іздеңдер. Атпен өнбейді. Жете алмайсың, ана жерге барып жете алмайсың. Ана жаққа барам деп жете алмайсың. Мотоцикл деген таптырмайтын бойым. Ол керемет нәрсе мал іздеуге. Ана жерден мына жерге тез жетесің, жеткізетін жеріңе. Уақыттың бәрін тиімді пайдаланасың. Енді мысалы жаңбыр жауып жатыр, қар жауып жатыр, бұршақ жауып жатыр. Ол мезгілде мен айтайын, машинамен бағыңдар. Кондерді қосып қойып, машинамен бақсаңдар, стоющий, ол тұрады. Енді аттың орнына ат жүретін жерге барып, сен мотоцикл қолданатын болсаң, ол вообще мен ақылыма сыйғыза алмаймын, шынымды айтайын.